Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ассамблеямыздың да сессиясы жақындап келе жатыр. Сондықтан осы ассамблея деген бір ғана сөзге тоқталып өткім келеді. Бұл сөз достықтың, ауызбірліктің, берекенің, ынтымақтастықтың негізі, символы сияқты болып тұрады маған. Өйткені қаншама этнос өкілдері осы ассамблеяда жүрген. Біз қазақ елінің өсуіне, өркендеуіне, көгеруіне, көктеуіне қол ұшымызды береміз. Сол үшін еңбек етіп келеміз. Біз қазақстандықтармыз деп айтып жатады. Соған қарап көңілің тояды, марқайып қаласың. Лайым солай болса екен деп ойлаймыз. Өйткені татулық қай елге болсын, қай мемлекетке болсын керек. Сол татулықтың арқасында, бір тұтастықтың арқасында, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарғанның арқасында біз қашанда өсеміз, өркендейміз. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз мәңгі жасасын, мәңгілік қазақ елі деп қашанда ұрпақтарымыз біздің айтып, солардың бақытты ғұмырын көруге жазсын Аллах. Бақытты болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.